Жұрттың сөзінен шаршаған Алтынай Жорабаева ағынан жарылды. Өзіне үнемі сын тағып, теріс пікір білдірген оқырмандарынан шаршаған Алтынай Жорабаева жан сырын ақтарды. Әнші өзінің де көпшілік сияқты ет пен сүйектен жарылған пенде екенін жеткізді. Ағынан жарылған жазбасын әнші Instagram парақшасы арқылы жолдады. Адам не тапса да ниетімен пейілінен табады деп көп айтатын үлкендер. Кез келген дүниеге жақсы жағынан қарап, адамдар жайлы жақсы ойлап жүрудің өзі жүректің жұмсаруына әсер етеді. Менің парақшамды қанша адам оқитын болса, сонша ой, сонша пікір бар. Әркім ішіндегісін шығарып әлек. Іші гүлге толған жандармен қатар күлге толылары да бар. Сол сөздердің сұрауы барын ұғынсақ етті. Мен де жақсылығы мен кемшілігі қатар жүретін, ет пен сүйектен жаратылған пендемін. Орамалым жоқ болса, келе алмай жүрген шығармын. Бірақ мен орамал тақпайды екенмін деп Меккеге жалаңбас бармаймын ғой. Әр жердің жүру, киіну әдебі болады. Неге намазын, қажылығын жария қылады деушілер де табылады. Желі толы, жалаңаштанғандардың дәуірі болып жатқанда, жақсылықты салғандың несі айып? Өскелең ұрпақ ең болмағанда, орамалды аруларды көрсін де, маған не тілесеңіздер, Алла сіздерге еселеп қайтарсын, деді әнші.